Мәңгілікте қою таным, қорқыта алмайды-аусың өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Қара құлын ат болып егерді жол торабын, тітіркені тәні, сылқыты ішті тау бұлағын. Тегі көшпелі беу ахау керім, текті де білі жүр бұл даланың еркектер. Ләббәй раббым, ләббәй дей тұғын, кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым. Ғонның еділінен білді кәм опық жерін, танып ал енді бұл даланың еркектер. Үргенейді қамшы жері, өлі жатып жері, байырға алып бер толқумен күн көшері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді, білмесе егер бұл даланың еркектер. Әскері жаушының игеріп таушыңын, ауырды түнбіштеп жүріңдар қылаушының. Құлың болуға даяр жұлмаланып тілінсе де, шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де.
мерекелеріңіз құтты болсын. Міне осы 2 жыл болды кәсіпке алып келе жатқан ауылымыздың спорттық ойындарының жаңа қалмасы осы балаларымыз азаматтық сіздердің арқаларыңыз сондықтан кіші атасы дамыз мынау переге шығып тұрған ауылымыздың азаматтары барлығымызға сәттілік әлемдік жеңіс барысында жеңістер бар барлықтарыңызға сәттілік тілеймін мерекеңіз құтты болсын тек қана жеңіс құрбанын көргенде барлығыңызға жақсы тілеймін. Алыс сахадан, арбой бағадан, олай осы келістегі баға өрейіп алғымыздың асылы жағарында бірі-бірі өзі ортада дейін жастарға осы ауылдарға бір кеңесі білдіріп бағарыңыз бересіз. Ассалаумағалейкум. Екі жамбас бір жағдай, әлсіздік екі жағдай таза жеңіс шешті. Жамбас жағдай таза жеңістер сонады. Палуға 5 секунд өсіп, бүк әрісі жоқ, кәсілі жаңа ережеде бүк әрісі жоқ жүктеді. Ішке кісі, қол тесе, әркісі нәтижесі сонады. Жамбас сосын тиер тиесі екі тиіп атса, ол жерде жағдай емес, ортасы берді, жамбас берді. Толық бір қалыптың шекі дейіп атса, ол жерде жамбас берді, тауасы сіздіңіздер. Мен жамбасын дегенім дейіп аты қойды. Ереже бойынша солай. Қазір қалуында жерлерді бірісіне шақырамыз. Бірісіне жетісөткені сақмақ қалуында. Теп алған жетісөткені өткесін арқылы жерлес. Ауылдарға сәтті. Жарысымыз басқарып ұстаттыңыздар. Allah'ın cebirlerine sınırsız, Nefret alacak, Nefret Orada tura ver, alma. Boşuna sayıp duruyor.
Талондар қазақстан дәрежесіне бекітілген бес уақыт белгіленді. Екі балуан бесікте теңдесі белгісі қоян болып белгісі болады. Бір минут қоян болып белгісіне теңдесі салмағы ішінде қай балуан салмағы аз, сол балуан жеңіске жетеді.
Душа, давай.
бөліміндегі ғалымжан. Жылда осы күреске қатысып жүрген жігіттер. Осы былтырғы шаһар ортасында жеңімпаздар ғалымжан. Түрлі жарыстарға барып, өзінің шығарушылар, өзінің осы күрескерлік, осы күрес жолында өзінің шығарушылар енді жаңағы айтқанымыз ауылда спорттық жоқ, күрескерлік жоқ. Біздің ел айналысатынымыз жастардың асаубек аласы екі баламыз бар. Соны бағу, сонымен сол аяққа шыңдалып, қолда шыңдалып, осы жолдың шыңдады. Осы біздің тренеріміз сол жаңағы жылға, сол жолмен алса жыл, сөйтіп бағуға шыңдалып жатыр. Арманымыз сол жүргеннен кейін сосын ортасына респиратор балаларға осы спортзалымызды ауылда жақсы енді бұл проектте алға жетсек, бір жерде қазір жаңа емес, сондай жол болса Екі балалары күрестеген үшін бірінші орынға ескерту. Қазақ күресінде біздердің жасалған әдіс есептелмейді. Жарма жеңіс көп береді балалар.
көп миллионный доступта,
Ағай, көтерсіш басын, көтерсіш. Екі балуанға сынып университеті үшін бірінші шараға ескеру. Екі балуанға ескеру қойылды. Бар. Нақай, жасасаңшы
Ömrünün özgürlüğü енді бірдей бұл олар бұның жеңіп жатыр, жеңісін жеңіп жатыр. Біз оны жеңіп өмірді сүру olmay, спортындағы спорт. Бұл жерде өмірімізге жаңа айтқанымыздай, Havada
Көп бейнемен сүйіп, қызыл бейнемен елдос. Екі азаматта осы ауылдың тумасы, қазіргі кезде сыйлықтардың арасында шартта жұмыс істейді. Жарыс болғаннан кейін ауылымыздың үйлері жылда осы жарыстан қалмай, осы болған елдің шартын шығарып, жеңіске жеңіс соғынан көріп жүрген жастардың бірі. Еліміз айтпаймыз, елімізді осы ауылдың қазіргі кезде олардың ішінде қызметлері жаңағы қағаз өз алдына өзінің жаңағы жұмыстан басқа осы уақытта
Көк белбеудегі Мейірхан, қызыл белбеудегі Серік. Енді анау күрестің басында тың кезде біраз жүріп қалатын кездер болды ғой. Қазір енді бұдан былай тезірек кәсіп қолдануға мүмкіндік туады, өйткені мынау күреске деген, бозгүренге деген адамның бойы үйреніп, әдіс тәсілді қолдануында кішкене жеделдету деген сол сәтіне түсіп тұрады. Сондай кезеңдердің бірі. Қазір Алла қаласа осы 74 келі салмақтағы балуандар аяқталғаннан кейін түйе балуан, олар күрескеннен кейін әбден аяқталғаннан кейін барып ауқаттануға Алла қаласа барасыздар. Ал енді көрермендер, сіздерде мынау қазір түстік уақыт кетіп қалып жүрмеңіздер. Көрермені жоқ болса, мынау көлсіз аққу жетілмейді. Сол енді бүгінгі жарысқа сабырлық танытып, орталарыңызды ортайтпай отыруларыңыз сұралады. Балуандарға әдіс тәсіл қолдануда қазір ескертіп аласыздар. Сондықтан кішкене жеделдету керек, ойлану керек, қолдану керек.
байсалдарыңыз келіп қалады. Екі палуанға да сылбыр күрескен үшін бірінші қатан ескерту. Палуандар қазақ күресінің ережесімен бекітілген тәртібімен 5 минут белгілеседі. Екі палуан тең түссе, қойын қолдық белгілесу болады. 1 минут. Қошеметтер қолса, жан-жақтан жанкүйерлерді өздерінің қол тіреп күрескен үшін екінші қатан ескерту. Көкберендегі палуан тұрамыз кілем шетінен. Кілем шетіне кетеміз. Әр жерде арнайы қойылған орындықтар. Әр палуанның өзінің жаттықтырушылары отырады. Bir-birini üstadı. Al git. Жартылай жеңіс Көкберенді палуанға. Палуандар соңғы 40 секунд күресіп жатыр. Жартылай жеңіс есебімен Көкберенді палуан алда. Қошеметтеп қойыңыздар. Келесі жолы міндетті түрде жеңіске жетесіз, еңбектену керек. Фазыл Кәрім Елдос, Балташ Ержан. Бүгінгі жаңа толған тарысының 74 келі салмақ дәрежесіндегі ақтық белдесулері
көк белбеудегі Мейіржан, қызыл белбеудегі Елдос бір мен екінші орынға таласып жатыр екеуі. О, бисмилля! Әдіс нәтижесіз. Теңділік қошеметтеп қол соғып отырыңыздар. Тағы. Ал кетті. Әдіс нәтижесіз. Балуандар екі күндік күресте есеп саны ашылған жоқ. Екі балуан тең дәрежеде өнер көрсетіп жатыр. Балуандарға қошеметтерін көрсетіп жігерге қойыңыздар. Мирхан 74 келі салмақ дәрежесінде жаңа туған барысы атанды. Қошеметтеп қойыңыздар. Кешіріңіздер, Балташ Мейіржан. Балташ Мейіржан жаңа туған барысы 74 келі салмақ дәрежесінде. Жаңа туған барысы 2024-74 келі салмақта Мейіржан жеңімпаз атанды. Қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Ал енді ардақтар ағайын, келесі кезек